Жарты литр жылы сүтке жарты литр жылы су құямыз. 1 ас қасық дрожж ашытқы саламыз, жақсылап араластырамыз. Үш ас қасық сұйық май құямыз. Жарты шай қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Бұл қамырды нанға илеп ашытсаңыздар да өте жұмсақ болып шығады. Ары қарай ұнымызды електен өткізіп, қолдың көмегімен қамыр илейміз. Міндетті түрде електен өткізу қажет. Иі қанғанша елеп болғаннан соң, бетін жауып, 1 сағатқа ашығанын күтеміз. Менде бір 40 минут шамасында уақыт өтті, қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қалған бөлікті шетке алып, бір бөлігін алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер, 1 см көлемінде жайсақ суының өзі жеткілікті. Міне жайып болдық. Енді кішкене ғана кідіре тұрып, осылай бөліктерге бөлеміз. Қалауыңызша домалақ бөлсеңіз де болады, болмаса 4 бұрышты етіп бөлсеңіз де болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп бөлдім. Енді осылай бөліп болғаннан соң, қызып тұрған майымызға 2 аударып пісіріп аламыз. Барлықтарыңыз білесіздер, мен түсіру видеоны есімнен шығып кетіпті. Бауырсақты пісіруді бәріңіз білесіздер деген ойдамын. Міне біздің бауырсақтарымыз шықты. Қалғанынан жасасаңыз да болады. Өте ыстық болып тұр, өте дәмді, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Былай айтқанда, универсал бауырсақтардың бірі. Ас